Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айман. Бүгін мен сіздерге өзімнің отбасымның ең сүйікті тағамы индийский манты тағамын ұсынамын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл тағам лағманға сәл ұқсайды. Ең алдымен окорочканы аламыз. Мен 2 окорочка қолдандым, өйткені біз көп теуіп жасаймыз. Көбік-көбік қылып тураймыз. Средний көбік қылып қатты майдалап жүрмеңіздер. Табамызды пешке қойып, үстінен сүймай құйып, окорочканы саламыз. Қуыра бастаймыз. Картошканы, жуаны, морковты алып, тазалап, тураймыз. Көбік-көбік қылып, дәл лағман қалай істейді, сондай форматта жасай береміз. Картошканы да дәл солай. Окорочканың үстіне пісіватқан жуаны қосамыз. Жуаны шамалы бір қуырып аламыз. Одан соң сәбіз қосамыз. Сәбіздің үстіне картошканы саламыз. Қуырыла берсін, оған ең қамырын жасаймыз. Қамыр де дәл манты сияқты. Жұмыртқа, жылы су, тұз қосып араластырып, билеп, бұқтырып қоямыз. Подливамызға барамыз. Жақсылап тұрып араластырып, үстінен тұз, бұрыш, приправаларын болса, приправаларын қосыңыздар. Мен қатты қоспаймын, және томат қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шамалы су қоссаңыздар болады. Мен су қатты қоспаймын. Подливамыз дайын болды, алайда қамырымыз жаямыз. Тура манты жайғандай жаямыз. Жұқалап кесеміз. Көбік-көбік кесеміз. Ал енді бұл жерде мантоварканың табағы майлап, үстінен жаңағы қамырлар төсей бастаймыз. Оның үстінен міндетті түрде майлауды ұмытпаңыздар, бір-бірлеріне жабысып қалмасын. Слойды қатты көп керек жоқ, 2 слой жетеді. Осы қалпында мантоварканы пісіріп аламыз 20-25 минут. Піскен соң қамырын тарелкаға салып, үстінен салмасын салып, орап жесеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен Instagram парақшама және YouTube каналыма жазылып, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Және де толық рецептісі менің YouTube каналымның описаниясында болады.